Армысыздар, Ирбис телекомпаниясы сейсен бүгінге келіп түскен жаңалықтарды ұсынады. Студияда Қасымхан Алдашев бүгінгі хабарымызда. Кімге және қандай шарттармен беріледі? Ленин кентіндегі ескі көпқабатты үйдегі 59 пәтерді қалпына келтіре бастады. Қамау және айыппұл сотта қоғамдық көлікке оқ атқан ер адамға үкім шығарды. Сындыруға болмайды, қалпына келтіру қажет. Коммуналшылар даңғылдағы иесіз арканы қолға алды. Екінші мектеп стадионында футболдан шағын турнир өтті. Спорт кешенінің құны 45 миллион теңге. Адам иммун тапшылығының вирусы. Қорқудың қажеті жоқ, білу керек. АИТВ жұғу жолдары жыныстық қатынас кезінде қан арқылы. АИТВ жұқпасы бар анадан балаға. Адамдар әдеттегі тұрмыстық қарым-қатынас кезінде АИТВ жұқтырамыз деп қорқады. АИТВ қай кезде жұқпайды? Амандасқанда, құшақтағанда, сүйіскенде, тер және көз жасы арқылы, ыдыс-аяқ және ас үй жабдықтарын пайдаланғанда, ауа арқылы, су, ойыншық арқылы, хауыз, душ, сауна, әжетхана, жәндіктер шаққанда. АИТВ достық арқылы жұқпайды. Қауіпсіз жолды таңда. Арматураланған газоблок 460 теңгеден, телефоны 78 32 32. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Павлодардың ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер Нұрсұлтан қаласына 500 тоннадай түрлі өнім апарады. Осы демалыста онда дәстүрлі жәрмеңке өтеді. Қандай тауарлар, қандай бағаға сатылады? Толығырақ алғашқы сюжетімізде. Елордадағы ауыл шаруашылық жәрмеңкесі павлодарлық диқандардың қатысуымен 14-15 қыркүйек күндері өтеді. Ол Хан Шатыр орталық алаңында ұйымдастырылмақ. Нұрсұлтан қаласына өңіріміздің аудандарынан 80-нен астам кәсіпорын өкілі тауарларын сатуға барады. Керуен жұма күні таңертең жолға шықпақ. Наши товаропроизводители везут 60. Біздің тауар өндірушілер 60 тоннадай ет пен ет өнімдерін, 35 тонна бакалея өнімдерін, 20 тонна сүт өнімдерін, 245 тонна картоп пен 145 тонна көкөніс пен бау-бақша өнімдерін апарады. Жалпы сомасы 160 миллион теңгенің 500 тоннадай өнімі жеткізілмек. Бағалар елорда бағасымен салыстырғанда 15-20%-ке төмен болады. Мы везем мясо говядины 1000. Біз сиыр етін 1050 теңгеден, қой етін 1400 теңгеден, жылқы етін 1800 теңгеден, құс етін келісі 750 теңгеден, жұмыртқаны 225 теңгеден сатуға апарамыз. Картоптың бағасы шамамен 75 теңге, ал көкөністер 80 теңгеден болады. Бір уақытта, яғни осы сенбіде ауыл шаруашылық жәрмеңкесі Павлодарда да өтпек. Оған 2 аудан, Ертіс және Железин қатысады. Сүт Успен ауданынан әкелінеді. Бибінұр Мұқашева, Ольга Шкрет, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Ленин кентінде иесіз 5 қабатты үйді қалпына келтіру жұмыстары басталды. Естеріңізге салсақ, нысанды маусым айында электронды саудаға шығарып, бірнеше міндетті шарт қойды. Толығырақ бизнес жаңалықтарда. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Қаржы бөлімінде Ленин кентіндегі 5 қабатты үйді қалпына келтіру бойынша тендерді жеңіп алған фирманы қадағалап отырады. 2009 жылдан 2018 жылға дейін 59 пәтер қаңырап бос тұрды. Сот шешімімен қаланың коммуналдық меншігіне берді. Мамыр айында жекелендіру туралы шешім қабылдады. Маусым айында жеңімпаз анықталды. На сегодняшний день Бүгінде Ленин кенті Космонавтов 22 көшесіндегі 5 қабатты тұрғын үйді қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Тендерлік шарт бойынша суық су тарту, энергиямен жабдықтау, кәріз жүйесі, жылу тарту жұмыстары жасалу қажет. Жөндеу жұмыстары 2019 жылдың 1 желтоқсанына дейін аяқталу керек. Тендер жеңімпазы Экмонтаж сервис жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Кәсіпкер ғимаратты барлық инженерлік коммуникацияларды тартып қалпына келтіру тиіс. Нысанды сату құны 7 миллион теңге. Тамыз айының басында келісім шарт бойынша сома толық төленді. Белгілі болғандай пәтер көп балалы отбасыларға беріледі. Толық мәлімет бүгінге белгісіз. Алишер Төлетаев, Ольга Шкрет, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда осымен 2 жыл қатарынан Қарбыз фест атты ала жемісті жеп жарысу бойынша фестиваль өткізілуде. Жергілікті шаруа қожалықтары өз өнімдерін әкелді. Аймағымызда қарбыздың Леди, Халадок, Фарао және Колосео сынды түрлері жақсы өседі екен. Жергілікті нарықта бағасы 60-70 теңге аралығында дейді.
Шаруалардың айтуларынша Павлодар өңірінде өскен қарбыздар ел ішінде ғана емес, шетелдерде де сұранысқа ие. Әрине, біздің қарбыздар енді оңтүстіктің қарбыздарынан айырмашылығы, біз селитра ондайды қоспаймыз, суғармаймыз, тек не егеміз, арам шөптен аламыз, күтеміз, күзетеміз, болды. Шаруалар қазір жергілікті қарбыздардың нағыз піскен кезі дейді. Өнімді жинау жұмыстары қызған шақта. Аталмыш фестивальге 50 ала жеміс жеткізіліпті. Бұл шараға еріктілер жасақтары және де қала тұрғындары мен ауыл жастары белсене қатысып жатыр. Шараның жалпы мақсаты бақша өнімдерімен айналысатын шаруашылықтардың жұмысын насихаттау мақсатында және де осындай шараны жастар жылы аясында көрсету ретінде өткізіліп жатыр. Фестивальде ерлер мен қыздар жеке-жеке жарысқа түсті. Жеңімпаздарға сыйлық ретінде ала жеміс табысталды. Қасымхан Алдашев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Керемет сынап сантехника және жылыту дүкені өзінің тұрақты және жаңа клиенттерін күтуде. Сіздер үшін өнім түрлерінің кен таңдауы, су жылытқыштар, ұзақ жанатын қазандықтар мен түтіндіктер, жылыту радиаторлары, монша пештері, қатынастырғыштар, жылы еден жүйесі. Сонымен қатар мұнда сіз ванна бөлмесіне арналған жиһазды таңдай аласыз. Душ кабиналары, санфаянс және тағы басқалары. Ең үздік бағалар сатып алушылар үшін әрқашан науқандар мен жеңілдіктер. Қош келдіңіздер. Циолковский көшесі 24 керемет сынап дүкені, әрдайым тиімді және жайлы. Мүгедек Владимир Кроуның ісі сәтті аяқталды. 57 жасар азамат 3 жылға басқа біреудің емес, өз пәтерінде тұрып келгенін дәлелдеді. Естеріңізге сала кетейік, анасы қайтыс болғаннан кейін оған 2 бөлмелі пәтерді, үстіне ақша қосып 1 бөлмелі пәтерге ауыстыруды ұсынған. Алайда кейін баспананы оған аудармаған болып шықты. Тіпті тартып алмақшы болған. Павлодарлық Владимир Кро енді тыныш ұйықтай алады. Енді бұл пәтер оған тиесілі. Істі Павлодар қалалық сотында қарастырды. Екі тарап келісімге келді. Павлодар қалалық сотының 6 қыркүйек күні шығарылған сот ұйғарымымен талапкер Кро Владимир Альбертовичтің талабы бойынша медиативтік келісім бекітілді. Келісім бойынша жауапкер Кривенко көшесінде орналасқан пәтерді талапкердің атына жазады. Естеріңізге салсақ, пәтер мәселесі 2016 жылы анасы бақилық болған соң басталды. Сотта екі тарап түрлі дәлел келтірді. Владимир Кро келісім болған, ал жауапкер пәтерді сатқаны туралы айтты. Арыз берушінің айтуынша 3 жыл көлемде өзінің 1 бөлмелі пәтері үшін коммуналдық төлемдер төлеп отырған. Ал екінші тарап баспанада аяған соң тұрғыздық деді. Енді мүгедекке ешкімнің наразылығы жоқ. Сот шешімі 16 қыркүйек күні күшіне енеді және мүлік көші-қон қызметінде тіркеледі. Айтмұхамед Айғожа, Алиял Мұхамедова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Сот шешімі бойынша павлодарлық мерген 7 тәулікке қамауға алынды және оған айыппұл салды. Естеріңізге салсақ, ер адам пневматикалық тапаншамен Малайсары Батыр көшесіне қатынайтын 2 автобус және 3 бағдарлы такси көліктеріне оқ атқан. Полицейлер бұзақыны тез тауып алды. Полицейлердің ақпараты бойынша ер адам өз пәтерінен көліктерге 6 қыркүйек күні оқ жаудырды. Кейін белгілі болғандай түнде тағы 3 автобусын нысанаға алған. Тәртіп сақшыларына берген жауабы бойынша қоғамдық көліктердің дауысы оған кедергі келтіріпті. Алайда сотта өз жауабын өзгертті. Айтуынша ағашты көздеп көліктерді абайсыздан зақымдаған. Постановлением суда правонарушитель... Сот шешіміне сәйкес ол 2 бап бойынша кінәлі деп танылды. 434 бап бойынша 7 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Ал 436 бап бойынша оған 50.500 теңге айыппұл салынды. Ер адам пневматикалық қарумен атқаны және қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін айыпталды. Қаулы заңды күшіне енген жоқ. Бұдан бөлек ол көліктің зақымдалған шынысын қалпына келтіруі мүмкін. Егерде келісімге келе алмаса, көлік жүргізушілері азаматтық сотқа шағымдана алады. Айтмұхамед Айғожа, Артем Клеон, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтарды пранкердің әрекеті ашуландырды. Жас жігіт трамвайға секіріп, ілініп тұрып, бірнеше метр жүріп өтті. Қала тұрғындары бұл қалжыңды түсінбеді. Полицейлерге бұған назар аудару керек екенін айтты. Әлеуметтік желі жаңалықтары хабарымыз жалғастырады. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жания жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған.
Бұл бейне жалобы Павлодар тобында жарияланды. Бейнеде жігіттің трамвайға секіргені көрініп тұр. Жүргізуші оны байқап вагонды тоқтатты. Блогер болса, оған адреналиннің жетіспейтінін айтты. Жазба астында 100-ден астам комментарий. Ең қызықтысы, қайғылы жағдай орын алса, кінәлі трамвай жүргізуші болады ғой. Бұзақылық бабы анасы төлейтін болады. Ол 18 жасқа толған. Бұзақылық бабы бойынша жауапқа тарту керек. Павлодарлықтар жол көлік апаты Нұрсұлтан Назарбаев даңғылына орын алғанын айтуда. Газель жүргізушісі жолға шыққан. Комментарийлерде өзіне бағытталып келе жатқан көлікті байқамай қалғанын айтты. Қолданушылар оның тұтас сызық арқылы өтіп кеткісі келгенін байқапты. Ол мені көрмедім дейді. Мен оған солға қарай жол жоқ дедім. Жауабы таң қалдырды. Мен өтіп кетпекші болдым дейді. Газельдерге тұтас сызық туралы заң қатысты емес пе? Жазба астында полицейлер жауап жазды. Жол көлік апаты дерегі бойынша хаттама толтырылды, ал белгіге назар аудармаған. Желі қолданушыларын павлодарлық мына жұптың үйлену тойындағы салтанатты шеру таңғалдырды. Жастар көшеде қыдыруға Волга автокөлігін таңдаған. Жазбаға 90-шы жылғы шара деп ат қойды. Мен тұрмысқа 1984 жылы шықтым. Сол кезде Волгамен қыдыру керемет болатын. Бізде оның 3-еуі болды. Қақпаққа қоршақ отырғызып қою керек еді. Сондай-ақ кілемге мақта аққуларды жабыстыруға болатын. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Жанұя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Кез келген үйде ең бастысы жиһаз. Ол баспанаңызда жайлы жағдай туғызады. 20 жыл бойы Жанұя салоны сүйікті клиенттеріне өз үйлерін әдемі жайғастыруға көмектеседі. Ресей және Украина көшбасшы өндірушілерінен премиум топтағы үлгілерден бастап кербез функционалды нұсқаларға дейінгі жатын бөлмелер, кіреберіс, балалар бөлмелері мен жұмсақ бұрыштық дивандардың мол таңдауы. Салондағы ұсынылған жиһаздың әртүрлі үлгілер қатары кез келген бөлменің ішкі көрінісіне тамаша үйлеседі. Жанұя жиһаз салоны. Пахомов көшесі 114, телефоны 34 75 00. Депутаттар Павлодар дәріханаларындағы дәрі-дәрмек бағасын бақылап қайтты. Естеріңізге сала кетейін, тамыз айынан бастап денсаулық сақтау министрлігі бұйрығымен медикаменттердің шекті бағасы бекітілді. Халық қалаулылары фармацевтердің шекті деңгейден аспағандығын тексеруді шешті. Ағымдағы жылдың 15 шілдесінде денсаулық сақтау министрлігінің дәрі-дәрмектердің шекті бағаларын бекіту туралы бұйрығы бекітілді. Заң тамызда күшіне енді. Осы ретте халық қалаулылары дәрі-дәрмектің бағасын мониторингілеу үшін ешбір ескертусіз қала дәріханаларына рейдке шықты. Упаковку левомицетина. Так, сколько стоит он? 180. 180. 380. Супрастин? 1600. Осындай әдіспен облыстық мәслихат депутаттары шаһарымыздың бірнеше дәріханасына барып бағамен танысты. Өткен сюжеттерде біз фармацевтикалық өнімдердің 4,8%-ке қымбаттағанын айттық. Бірақ тексеру барысында дәрілік заттардың шекті бағадан аспағаны анықталды. Біз мына мониторинг ретінде жалпы денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес дәрі-дәрмектердің бағасы қандай екен. Жалпы нақты сатылып атқан дәрмектердің бағалары осы приказға бұйрыққа сәйкес пе, сәйкес емес пе. Жаңа байқағанда бір 3-4 дәріхананы аралап шыққанда жалпы ең жоғары баға тұрғанда аптекадардың өздерінің сатып атқан бағалары нақты приказдың бұйрығының ішіндегі өзі айырмашылығы жоқ. Төмен бар, бірақ жоғары асып атқан жоқ. Рейд кезінде кей дәрілік заттардың бағасы тіпті төмен екені байқалды. Алайда тұрғындардың жауапты департаментке осы баға сәйкессіздігі бойынша жиі қоңырау шалатынын да жоққа шығаруға болмайды. Департамент поступает ежедневно. Бізге департаментке күніне 7-10 қоңырау хабарлама келіп түседі. Тұрғындар бағалар сәйкессіздігін айтады. Қоңырау шалса дәріханаға хабарласып шекті бағаларды салыстырамыз. Жазбаша түрде шағым түссе дәріханаға тексеріс жүргіземіз. Шекті бағадан асу анықталса жеке тұлғаға 70 айлық есептік көрсеткіш, лауазымды тұлғаға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Мониторинг жұмысы енді басталды және алдағы уақытта жалғасын таппақ. Ал рейдте дәрі-дәрмек бағасының өсімі анықталса, ешкім жазаланбайды. Бірақ дәріхана иесімен тиісті шаралар жүргізіледі. Самал Белгібаева, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы.
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы бойында орналасқан арка қайта жөнделуде. Шенеуніктер күрделі жұмысты 2 жыл жоспарлаған. Ол бүгін басталды. Нысанның жаңа келбеті тұрғындар үшін тосын сый болмақ. Бір кездері алқызыл түсті болған әсем арка 2017 жылы салынған. Оған 6 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Алайда белгісіз себептермен ол күтімсіз қалды. Бір кездері әсем орындардың біріне айналған нысанның ақырындап сиқы қаша бастады. Павлодарлықтар арканың аянышты күйіне бірнеше мәрте шағымданған. Ал шенеуніктер істейміз, жасаймыз деп уәде берумен болды. Жыл басында арканы алып тастамақ болған. Алайда қаланың жаңа басшысы қайта қалпына келтіруді шешкен. Дизайнер сейчас считает это все. Қазір дизайнерлер жұмыс жасауда, келбетінің қандай болатынын әзірге өзіміз де білмейміз. Біз қоғамшылдармен ақылдасып, қарастырып кейін айтамыз. Әзірге мамандар арка дизайнымен айналысуда, қаңқасын қалпына келтіруде. Жөндеу демеушілер есебінен есімдерін атамады, жаңа есін де айтпады. Кімнің балансына берілетіні құны да белгісіз. Жаңа конструкция павлодарлықтарға 15 қазанда таныстырылады. Самал Белгібаев, Александра Петрова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Ирбис телекөрермендері қоқыс пен антисанитарияға шағымданды. Қоқыс үйінділерін біздің мобилді қосымшаға жіберуде. Екінші Павлодар тұрғындарында да бірқатар коммуналдық мәселе бар. Толығырақ дәстүрлі айдарымызда. Мобилді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Улица Сулейменова. Вот посмотрите, какая здесь вот темнота. Фонари не горят уже неделю. Звоним во все инстанции. И в акимат. Но никто на меры не принимает. Уже неделю вот такая темень на втором Павлодаре на улице Сулейменова. Приехала на Десятки, на кладбище иду. Дорога сделана, но ни с одной, ни с другой стороны нету тротуара. Как ходить пешеходом вот по таким вот камням, вообще не подумали. Сколько лет просим на втором Павлодаре автобусную остановку. Вот это вот одна остановка, вот там вот другая остановка. Дети идут в школу. Ни на одной стороне нет автобусной остановки. Вот едем в новых электробусы, город Павлодар. Окна закрыты, ни одного окна открытого, ни одной форточки. На улице жара. Уважаемые транспортники, как могут в этих транспортах, в этих ваших электробусах ездить люди, бабушки, дедушки, гипертоники, сердечники? Вот Лермонтова 60, как мы раньше говорили, собирались строить газон, лето закончилось. Накидали мусора, теперь дети там опять играют на мусорном поле. Таксу, помойка, ничего не убирается. Помойка рядом с государственным флагом. О, все загажено. Реакция 0. Камнина 27. Первый подъезд, город Аксу. Уже ко всем обращались в КСК, писали Акиму. Никто ничего решать не хочет. А когда подвал затапливают, так эти крысы вообще по этажам бегают. Мобилді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын.
Қала жолдарындағы құм мәжбүрлі шара. Бүгін коммуналшылар мұндай жұмыстар асфальттың бүлінбеуі үшін жасалуда деді. Қай аумақтарда жолды қалпына келтірді және жөндеу қашан аяқталатыны жайлы алдағы сюжетте. Жолдағы жырықтарды жамауға қалалық бюджеттен 20 миллион теңге бөлінді. Жол жабыны әрі қарай бүлінбес үшін оларды тазалап, битум құйып, инертті материал төгеді. Ол үшін құмды таңдаған. Мердігер кешке коммуналшылар жолды сыпырып тастайтынын айтты. Так требует технология. Құрылыс нормалары мен тәртіп бойынша солай. Әрі қарай битум жарылып кетпеу үшін битум күн ысығанда жолға жайылып кетеді. Сәйкесінше құм оны ұстап тұру үшін төселеді. Күніне шамамен 6-7 шақырым жамалады. Астана Сәтпаев Қамзин көшесіндегі жол жабыны қалпына келтірілді. Ендігі кезекте Торайғыр көшесі. Жұмысты ертең аяқтайтынын айтты. 7 қызметкер еңбек етуде. Алишер Төлетаев, Азиза Исабай, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Павлодарлық суретшілер алматылық өнер сүйерлер үшін көрме ұйымдастырды. Облысымыздың 19 қылғалам шебері көпшілік назарына түрлі жанрдағы туындыларды ұсынған. Ал облысымыздың атынан барған 5 делегат көркем өнер академиясының атынан сурет әлеміне сіңірген еңбегі үшін марапатталған. Олар кімдер? Толығырақ тілшіміз айтады. Облыстық суретшілер одағы оңтүстік Астанадағы көрмеге жыл басынан дайындалып барлығын жіті жоспарлай бастаған. Тіпті қос көрменің есігін ашпақ болған. Алайда оның біреу ғана көпшілікке жұмыс жасаған. Қаламыздың шығармашыл жандарына ерен еңбегі үшін алтын алқа табысталған. Нас наградили. Бізді көркем өнер академиясы марапаттады. Өсербай Шуранов, Ольга Пашко, Майя Хусейнова сынды делегаттарымызға алтын медаль табыстады. Алматы қаласында бастапқыда 2 көрме өткізуді жоспарладық, бірақ кейбір себептерге байланысты көрме тек Әбілхан Қастеев музейінде өтті. Десе де халық жылы қарсы алды. Суретшілеріміздің 60-тан астам туындысын қарапайым тұрғыннан танымал қайраткерлерге дейін тамашалаған. Айта кетейік, қылқалам шеберлері келер жылы Алмалы қалада одан да ауқымды көрме жасайтындарын айтты. Бекбол Мырзахан, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Бүгін екінші мектепте құны 45 миллион 180 мың теңгенің футбол алаңы ашылды. Білім беру ұйымына 54 жыл. Мұнда жөндеу жұмыстары ешқашан жасалмаған. Алаңда қурай өсіп, балалар құмда ойнайтын. Мекеме басшылығының қуанышында шек жоқ. Енді оқушылар үшін жайлы жерде дене шынықтыру сабағы өтеді. Жаңа стадионда футбол алаңы, жүгіру жолағы, секіру алаңы және мінберлер бар. Осылай біздің жастарымыз спортпен айналыса берсін деп тілегіміз келеді. Тамаша мынандай алаңдарда ойын ойнап, доп теуіп, денсаулықтарын үзеп, жаңағы жоғалтпай, дұрыс дами берсін. Жоба құны 45 миллион 180 мың теңге. Бұл арзан алаң емес. Кәсіпқой футболшы Батырбек Жаңабаев мұнда ойнаудың бір ғанибет екенін айтты. Ақсу клубының шабуылшысы осы мектептің түлегі. Бала кезіндегі құм алаңды есіне алды. Конечно, хотелось бы, чтобы и дети тоже Әлбетте, оқушылар жасалынып жатқан жағдайды пайдаланып спортпен шұғылданса дейміз. Біздің кезімізде мұнда тек топырақ қана болатын. Қазіргі заманда баланың зауқы болса болғаны. Бір жағына жаңа алаң балаларды ынталандырады деп сенемін. Футбол алаңында алғаш болып қалалық мектеп құрамалары ойнады. Шағын турнир қорытындысы бойынша нөмір 2 мектеп оқушылары үздік атанды. Ал футболдың 3 сабағы республикалық жобасының жүлдегерлері мен қатысушыларына жаңа доп сыйға тартты. Самал Белгібаев, Артем Буланов, Антон Тыщенко, Ербес телекомпаниясы. Екібастұз жалгерліктен өз тәрбиеленушілері Азат Жұмкен мен Еркін Мырзабаевты қайтарып алды. Бірінші жолдастық кездесуде команда Ақсуды жеңді. Есеп 2-1. Алда спорт жаңалықтары. Ертіс 2004 командасының ойыншылары жаңа жарыс Қазақстан кубогы аясында алғашқы жеңіске жетті. Павлодарда футбол орталықтары мен академия тәрбиеленушілер арасында іріктеу кезең өтті. Осы жолы чемпионаттың ақтық кезең қысқартты. Нәтижелерді алдыңғы тур қорытындылары бойынша шығарды. Ертіс 2004 біріншілікте сәтсіз ойнады. Павлодарлықтар тек 14-ші орын алған. Алайда жаңа белестерді бағындыру мүмкіндігін иеленді. Қазақстан кубогы жаңа жарыс. Задача, конечно, выйти сначала. Алғашында 8 қатарына кіріп, жүлделі орында иелену керекпіз. Чемпионатта біз бұл командадан 0-1 есебімен жеңілдік. Ол жақта бар мүмкіндікті қолдана алмадық. Бүгін дәл осы балалар 5-1 есебімен жеңді.
Павлодарлықтар алғашқы болып гол жіберіп алды. 14-ші минутта Георгий Черкезов қонақтарды алға шығарды. Дегенмен тайм ортасына қарай қожайындар тепе-теңдік орнатты. Ержан Аспандияр допты дөп тигізді. Біраз уақыттан кейін дубль автор атанды. Үзілістен кейін Ертіс Атыраудың қақпасына шабуылдай бастады. Артынан қарсылас 3 мәрте допты қақпа ішінен алып шықты. Хасанали Қуатов пен Ерасыл Сәрсенбай гол салды. Ал 68-ші минутта Алихан Жұмабек есепті 5-1-ге дейін жеткізді. Абсолютно все команды проходимые. Барлық командаларды жеңуге болады. Алда бүгінгідей ойын көрсетсек, қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Ертіс келесі кездесуді Тобылға қарсы өткізеді. Қазақстан кубогының шешуші кезеңіне осы қос командамен қатар Петропавл, Атырау мен Шымкент ойыншылары таласуда. Финалда ойнау мүмкіндігіне топтардың үздік 2 клубы ие болады. Рифат Сайболатов ірі республикалық доданың жеңімпазы. Талдықорғанда еркін күрес өкілдер арасында жарыс өтті. Ал павлодарлық Мария Агапова MMA Invicta елдер арасында әлемдік лигада алғашқы жекпе-жегін өткізді. Әйелдер арасындағы аралас жекпе-жектен жарыс Американың Аризона штатының Феникс қаласында өтті. Мария Агапова мұхиттың ар жағында жекпе-жекке шыққан алғашқы қазақстандық спортшы. Оның қарсыласы ақш спортшысы Алекса Коннорс. Жекпе-жек бірден басталып кетті. Комментаторлардың айтуынша Марияның қимылдары UFC-дің экс-чемпионы Йона Эйджичикқа ұқсайды. Шынымен де ара қашықтықты сақтай отырып қарсыласына күрделі эбетхон соққыларын жасады. Осындай соққылардың бірін жіберіп алған Коннорс қимылын баяулата бастады. Мүмкіндікті жібермеген жерлесіміз жекпе-жекті сәтті аяқтады. Alexa Connors struggled before when she gets tagged up. She starts to back up and has a hard time. Nice liver shot. Oh my goodness, Jimmy. This is going to be over. She's not going to have time to recover from the liver strike. Agapova pouring it on with knees. Oh my goodness, she's hopping. She's got her back. That's it. That is it. Maria Agapova. Жеңісті тұншықтыру әдісімен алды. Қазақстандық ару үшін бұл 7-ші кәсіби жеңіс. I'm here with their winner, a very happy Maria Agapova. Мен жеңімпаздың қасындамын. Мария Агапова сондай бақытты. Сен аяқпен жұмыс істегенмен мықты көрінесің. Сен жекпе-жекті қатты тебуден басадың. Бұл сенің жоспарың болды ма? Мен қазір не айтарымды да білмеймін. Мен бақыттымын. Қуанышымда шек жоқ. Менің жанкүйерлеріме білдірген қолдау үшін рахмет айтамын. Мария Агаповаға әлемдік UFC лигасына жетуге бір жеңіс керек. Келесі жекпе-жек 4 қазанға жоспарланған. Қазақстандық қыздарға MMA үшін маңызды жекпе-жектердің бірі. Садақ ату шеберлері паралимпиадалық спорт тарихында алғаш рет ел чемпионатының алтындары үшін таласты. Павлодар облысының құрамасы Алматыда толық құраммен шықты. Ал қатысушылардың бірі 2 медальға қол жеткізді. Бүкіл ел бойынша паралимпиадашылар бұл күнді көп жыл күтті. Бұрын олар ортақ есепте жарысқан, енді Алматыда кездесті. Павлодар құрамасының құрамында тек бір ғана кәсіпқой, қалғандары бұл спорт түрі бойынша алғашқы қадамдарын жасауда. Алматы стреляла неплохо, Шымкент стрелял неплохо. Алматы Шымкент спортшылары жаман емес, біз үшін де еш кедергі жоқ. Бұл біз қол жеткізе алатын биіктер. Біз жақсы жаттығатын боламыз. Қаржыландыру мәселесі шешіліп, садақ секілді жабдықтар сатып алсақ деп армандаймыз. Вячеслав Гузей 4-ші, Александр Финк 5-ші, ал Александр Медведев ең күрделі 2 тәртіптемеде күміспен қола атты. Оцениваю отлично, очень. Барлығы тамаша нәтиже көрсетті. Александр бірінші орын алады деп ойлағанбыз. Алайда оған бір ұпай жетпей қалды. Қазанда Таиландта Азия чемпионаты өтеді. Медведев соған дайындалуда. Александр Медведев Бангкокке билет алып қойған, онда ол Азия біріншілігіне қатысады. Айтуынша ұшақ бағасы қымбат. Сол себепті жеңіске жетуі керек. Сонда үйге көтеріңкі көңіл күймен келеді. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі дәл осындай. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Ауа райы болжамының демеушісі 1000 шапок көрме сатылмақ. Кез келген үлгі сізге жарасатыны анық. 1000 шапок көрмесі барлықтарыңызды жаңа топтамаға шақырады. Бізде түстер мен үлгілердің кең таңдауы. Қаракүзен Сибир береді 28.910 теңгеден бастап. Барлықтарыңызды 12-15 қыркүйек аралығында Конституция алаңы бір мекен жайындағы Естай атындағы мәдениет сарайына шақырамыз. Қыркүйек айының 11-іне арналған ауа райы мәліметі. Сіздермен бірге Анель Жакина армысыздар.
Алматыда аспан ашық +19 градус. Көкшетау қаласында +15, аздаған жаңбыр жауы ықтимал. Петропавл шаһарында жаңбыр сіркірейді +16 градус. Омбыда күн түнеріп жаңбыр жауады, сынап бағаны +13-те тұрақтайды. Новосібір қаласында ауа температурасы +12, жаңбыр жауады. Барнаул Өскемен өңірлерінде жаңбыр жауады, 14 градус 0-ден жоғары. Семейде күн жарқылдап жаңбыр жауады, +16. Қарағанды, Нұр-Сұлтан қалаларында жаңбыр сіркірейді, +15 градус. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда найзағай жарқылдап жаңбыр жауатын айтады. Ауа температурасы күндіз +16, түнде +8 градус болатын болжайды. 12 мен 15 қыркүйек аралығында Естай атындағы Мәдениет сарайында 1000 шапок көрме саудасы өтеді. Жаңа топтамамен өзіңізді қуантыңыз. Сіздер үшін стильдер, түстер мен үлгілердің мол түрлері. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай, аман сау болыңыздар. Ауа райы болжамының демеушісі 1000 шапок көрме сатылмақ. Кез келген үлгі сізге жарасатыны анық.